Бүгін біз жұртшылыққа Ғабит Мүсіреповтің портретін көрсетпекпіз. Суретте кім бейнеленгенін сұрастырып көрейік. Бұл танымал ақын жазушыны білмейтін адам кемде-кем ойлаймын. Оның атын атап, бір шығармасын атын атағандарға қайда сыйымыз да бар. Ендеше сауалнамамызды бастаймыз. Кешіріңіз, бұл портретте кім бейнеленгенін білесіз бе? Портретте кім бейнеленгенін білесіз бе? Этот режиссер, да, или нет? Ақын, жазушы. Кешіріңіз. Жоқ? Кешіріңіз. Осы портретте кім бейнеленгенін білесіз бе? Ғабит Мүсірепов. Да, оның қандай шығармаларын білесіз? Ұлпан атты романы бар. Дұрыс. Рахмет. Сәлеметсіз бе? Кешіріңіз, бір сұрақ қойсам бола ма? Бұл портретте кім бейнеленгенін білесіз бе? Жоқ. Сәлеметсіздер ме? Бұл портретте кім бейнеленгенін білесіз бе? Нам все равно, мы не хотим. Нам все равно. Портретте кім бейнеленгенін білесіз бе? Это просто Сәлеметсіз бе? Бұл портретте кім бейнеленгенін білесіз бе? Блин, тілінде тұр. Я забыла. Я знаю, но я забыла. Сәлеметсіз бе? Бұл портретте кім бейнеленгенін білесіз бе? Портретте кім бейнеленгенін білесіз бе? Ғабит Мүсірепов. Қандай шығармасын білесіз? Қандай шығармасын біз өттік. Роман. Ұлпан. Я. Жақсы. Сәлеметсіз бе? Портретте кім бейнеленгенін білесіз бе? Білмейсіз бе? Вы знаете, кто на портрете? Нет. Бұл портретте кім бейнеленгенін білесіз бе? Кімнің? Портретте кім бейнеленгенін білесіз бе? Ғабит Мүсірепов. Ғабит Мүсірепов. Автобиографиясы бар өзінің. Ғабит Мүсіреповтың есімен, Ұлпан шығармасы. Рахмет. Рахмет.